Ассалаумағалейкум бауырлар, кеше минуткада Еркебұлан мен Марсель бокстасты. Сол кезде Марсель Еркебұланды ұрып қойып жатыр, байқасаңыздар. Осы видеода Марсель минуткада неге Еркебұланнан басымырақ болды, соны талқылайтын боламыз. Кеттік. Кеше минутканы көрген шығарсыңдар. Екеуі пытырласып кеткен кезде Марсельдің соққылары Еркебұланға өтіп кетіп жатыр да, Еркебұланды ұрып қойып жатыр да. Ал Еркебұлан Марсельді ұра алмай қалды дұрыстап. Неге? Соның себептерін айтайын. Біріншіден, Марсель Еркебұланнан шапшаңырақ. Неге дейсіңдер, Марсель сәл кішкентай Еркебұланнан салмағы да аздау, содан ол тезірек болады, шапшаң болады. Міне. Одан екінші себебі Марсель солақай. Солақайларды білесіздер, ыңғайсыз болады. Солақайлар оңқайларды ұрып қояды. Оңқайларды ұруға ыңғайлы болады солақайлар. Сол себептен кеше минуткада Марсель Еркебұланды пытырласқан кезде ұрып қойып жатыр да, соққылар тиіп қалып жатыр. Одан кейін тағы бір несі бар. Марсель кеше минуткада өте сауатты бокстасы да. Екі қолын көтеріп алған, қорғанысын әдемі қойып алған. Еркебұлан ұрған соққысы тиген күннің өзінде Марсельдің қорғанысына ғана тиетін еді ана жерде. Ал біздің Еркебұлан бауырымыз болса, ол пытырласқысы, төбелескісі келіп жатыр да. Екі қолын түсіріп тастаған, пытырласқан кезде Марсельдің соққылары тиіп қалып жатыр. Міне. Кеше бұлар минуткада қайта боксерский перчаткамен шықты. Мынандай дәу перчатка болады, жастық сияқты да анау. Тиген күннің өзінде жарақат бермейді анау. Ал кеше минуткадағы соққылар жіберді ғой, Еркебұлан. Сондай соққыны ертең жекпе-жекте кулачкада жіберетін болса, анау өте қауіпті болады, жарақат береді да анау. Құр жалаңаш қолмен ұратын болсаң, жаңағыдай бетпен, осындай соққы жалаңаш қолмен тиетін болса, ана жерде қанат жібереді да бетті. Өте қауіпті. Бұл Марсель мынандай әңгіме бар да, бұл типа колхозник, бұл ударкасы онша емес. Бұл борец, бұл креплер, бұл бокс азамайды деп. Жоқ, мынау мықты бокс азады екен. Кеше көрдім мен, өте сауатты бокс азып берді ана жерде. Екі қолын көтеріп алып, заштасын қойып алып. Мынада абайлау керек Еркебұлан. Мен ойлаймын да, бұл Еркебұланның кулачкадағы ең ауыр қарсыласы болады деп ойлаймын. Бұлар енді бұйырса 28 күні шығады. Кім жеңеді? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Өткенде Грузияда Қуат Хамидов бауырымызды өскен болатын, оның қарсыласы бразилиялық жауынгер болды. Екеуі 3 раундтық жекпе-жекке шықты. 3 раунд бойы біздің Қуат басым болып мынаны жеңіп алды, красавчиге. Мына бразилиялық қараңдар, Қуаттан жас екен, Қуаттан дәу екен да бұл. Бірақ Қуат мына сен жассың ау, сен дәусің ау деген жоқ. 3 раунд бойы елеп, күреске салып мынаны жеңіп алды. Бразилиялық жауынгерді. Осы Қуатты айтамын да, Зубайрамен екінші рет төбелестіру керек сияқты, екінші жекпе-жектерін жасау керек сияқты. Зубайрамен Қуаттың әдемі жекпе-жек болатын сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Зубайраны қоя тұрайық, қай оралатын боламыз оған. Мына бразилиялық жігітті айтамын да. Көбісі ойлады, мына Қуатты алып қояды деп. Мен де ойладым, Қуатқа қиын болады деп. Мынау Қуатты алып қояды ау деп. Алдында көз түйістірді ғой, жекпе-жектің алдында. Салмақ өлшеп көз түйістіріп тұрған кезде. Мынауың түр жасап алған, төр бермейді ғой, қатайып алғанда. Азырақ түрі де бар екен. Түрі кәдімгі сұсты екен да. Түрін қарасаң бәрі Қуатынан ала алмай ма деп қалады екенсің да. Төр жасап алған, қатайып алған, денесі де келіскен екен. Енді Қуаттан дәу бейтіп тұр ғой, жарықтық, төр бермейді. Сол кезде көп уайымдады. Бәрі Қуатқа қиын болады деп. Мен де уайымдадым, мына Қуат тып-тыныш асада төбелесіп жүреді ғой. Анау Грузияға барып, қайда біреу тауған есеп жүрді ойлап қалдым ана жерде. Сөйтсем Қуаттың красавчиге бытшы жарып ана жеңіп алды. Қуатты айтамын да, қазір 35-ке келді ғой да. Осы күнге дейін төбелесіп жүру бар ғой. Мына күресінің арқасында ғой да, күресінің арқасында. Мына Қуаттың стилі күрес емес, стойка болатын болса, тік тұрып төбелесетін болса, қазір 35-ке дейін ұрмайтын еді бұл. Ары кетсе 30, 31, одан кейін тоқтататын еді да. Ударник болатын болса. Күрестің арқасында көрдіңдер ма, әлі төбелесіп жүр. Күрес бұл қазір асада төбелесіп жүр да, Қуат асада. Өткенде асада дебюті жекпе-жек өткізді. О жақта да жас жігітпен шықты. Беларусь. Мына Қырғызстанда тұратын Беларусь жігіт па, сондай бірдеме екен. Бойко дейтін жігіт. Онда бой тура осы бразилиялық сияқты дәу, ұзын болды да. Онымен де сол 3 раунд жекпе-жек болды. Бірақ Қуат оған да шанс берген жоқ. Күреске салып алып алды. Мына бразилиялықты да күреске салып алып алды. Сонда айтып отырмын, Қуаттың осы жасына дейін әлі төбелесіп жүруі күрестің арқасы ғой. Ударник біреу ұратын болса, мұндай былай болмас еді деп ойлаймын енді.
тік тұрып төбелесу дейтін ол тәуекел ғой. Тәуекелге барасың, тік тұрып төбелесесің. Сен әдемі ұрасың, ұрғаныңды құлатсаң да сен удар мықты болсын, техникаң мықты болсын, тік тұрып төбелескен ол қашанда ол тәуекел да. Сен қаңғырған бір соққы тисе құлап қаласың да. Сен шынтағы тисе, тізесі тисе байқаусызда ұра алмайтын біреу, төбелесе алмайтын біреу сөйтіп байқаусызда ана шынтағы тізесі тисе ол сен травма аласың ғой. Сол айтып отырмын, тік тұрып төбелесу бұл қиын. Бұл енді жайық Зубайраға оралайық. Зубайра мен Қуатты жекпе-жегіне, екінші жекпе-жегіне. Екеуінің екінші жекпе-жегін жасау керек сияқты. Енді ойлайтын шығарсыздар, Зубайра қойып кетті, ол кездеспейтін шығар, анау мынау деп. Қойып кетті деп ойлайтын шығарсыздар жалпы. Бұл Зубайра кездесетін сияқты. Өткенде мына Артем Лобов дейтін жігіт бар ғой, сонымен төбелескен жүрген болатын екеуі осы жақында ғана. Пресс-конференция, салмақ өлшеу, анау мынау бәрін жасады, көз түйістіріп, анау мынау. Міне ертең төбелесеміз деп тұрған кезде ана Артем жарақат алдым деп шықпай қалған болатын. Сонда мына Зубайраның ақшасын дұрыстап төлесеңдер, дұрыстап сөйлесе, Қуатпен екінші жекпе-жек жасауға болатын сияқты. Жалпы сол Зубайра мен Қуаттың екінші жекпе-жегі керек па, керек емес па, айтыңдаршы. Зубайра да кезетін шығар, жас жігіт көріп тұрған жоқ қой жаңағы Зубайраға. Бір жас бір қасқырды алып барып беріп, мен шасың ба десек, Зубайраға айтады. Онда дұрыс емес та, Зубайраның кішкене жасы келген, он бір барып бір жас қасқырды алып барсам, мынамен төбелесесің дұрыс емес қой. Енді Қуатпен болады. Екеуі қарайлас, замандас, жастары да келеді. Екеуі де жаңа алдында төбелескен әдемі болады сияқты, соны кездесетін сияқты. Зубайраға айтып көріңдер.